Сәлем достар, біз осы видео сценарийсін жазу барысында түрлі ақпарат пен деректерді іздеп, оқып, оны қағаз бетіне түсіріп, кейін дыбыстап, монтаждау үшін бір тәуліктей уақыт жұмсадық. Дәл сол уақыт аралығында Қытай Халық Республикасында 47682 сәби дүниеге келіп үлгерді. Иә, таңғалмаңыз, Қытай елі көптеген жылдар бойы халықтың туу көрсеткіші жағынан көш бастап келеді. Қазіргі таңда әр квадрат метрге 140 адамнан келетін елде 1 миллиард 400 мың адам тұрып, болсаң күнде өсіп келеді. Осы тұста қытайлар неге соншалықты көп және олардың сұмдық көбеюіне не себеп болды деген орынды сұрақтар пайда болады. Сіздермен бірге Пазл арнасы. Бүгін біз қытайлар неге көп екендігі жайлы айтатын боламыз. Соңғы 300 жылда Қытайдың халық саны 1 миллиардқа өсті. Бұл сан басқа елдерге қарағанда көбірек екенін айтпасақ та мәлім. Бірақ бұл аралықта барлық елдерде халықтың көбею статистикасы бірдей болды. Ондай болса, неге қытайлар халық саны жағынан соншалықты көбейе түсті? Өйткені 100 жыл бұрын адамзат баласы өзінің көбею дәуіріне кіргеннен бастап-ақ қытайлардың саны басқа елдерге қарағанда едәуір көбірек болды. Ол дегеніміз, қытайлар әлемдегі ең қарқынды көбейіп келе жатқан ел деген атағын ғасырлар бойы ұстап келе жатыр деген сөз. Сонымен Қытай халық санының мұндай сұмдық өсуіне не себеп болды? Біріншісі, қолайлы климат, жердің аумағы, су мен тағамның әрдайым болуы. Адамзат даму кезінде осы негізгі факторлердің бір жерде болуы халықтың көбеюіне жақсы әсер ететін. Ал Қытай болса Еуразияның аса шұрайлы әрі қолайлы жерінде орналасқан мемлекет. Дәл бұл өте қолайлы жағдай қытайларға қысты жазы еш кедергісіз егіншілік пен мал шаруашылығының керемет дамуына көмек етті. Қытайлар көшпенді халық болмағандықтан өз мекен еткен жерін толықтай меңгере отырып, өздеріне қолайлы етіп, оны келер ұрпаққа одан ары қолайлы ете білді. Халықтың күрт көбейіп, оның егіншілікпен шұғылдануына орналасқан орынның табиғат жағдайы, қоңыржай климат, құнарлы топырағы мен мол сулы өзендері себеп болғаны түсінікті. Енді халықтың көбеюіне әкелген келесі себепке көшейік. Отбасының ішкі менталитеті. Халықтың өсуіне жеке отбасылардың тигізген пайдасы зор болып келеді. Себебі әр отбасыға келген нәресте ол халықтың қатарына қосылған тағы бір азамат. Ал біздің заманымыздан бұрынғы Қытайда отбасының ішіндегі мәдениет өз балаларына қолайлы жағдай жасап, өзінің артынан көбірек ұрпақ қалдыру болатын. Бірақ біздің заманымыздан бұрын 200 жылы 10 шақты жылдарға созылған қанды соғыстар мен салықтың жоғарылауы халықтың көбеюін баяулатып тастаған. Алайда уақыт өте келе қытайлар елдегі отбасылардың санын 10 миллионға дейін көтере алды. Ал біздің дәуірге келетін болсақ, қытайларды алда көптеген ішкі соғыстар мен билікке таласу, сырттан келген шапқыншылықтар мен жаулап алу, қанды соғыстар мен жаппай эпидемиялар және ашаршылық кезеңдері күтіп тұрды. Олардың ішінде тақ үшін болған соғыстардағы қантөгістерді, моңғол шапқыншылығын, сұмдық індеттер мен екінші дүниежүзілік соғысын атап кетсе болады. Бұл тұста жүздеген миллион адамдар өмірден өткеніне қарамастан, халықтың саны 1162 жылдағы Цзинь әулетіндегі 11 миллион 139 мың 850 адамнан бастап 1953 жылғы Қытай Халық Республикасының алғашқы санағына дейін 601 миллион 912 мың 371 деген санға өсті. Ал қытайлардың көп болуына тағы бір үлкен себеп болған ол Мао Цзэдунның саясаты. 1950 және 1960 жылдардың басында Мао Қытайды ең күшті мемлекетке айналдыру үшін алға қарай жылжу саясатын жүргізді. Ол адамдардың онсыз көп болуына қарамастан халықты туу деңгейін көтеруге шақырды. Маоның айтуы бойынша елге жұмысшылар, фермерлер мен сарбаздар өте қажет болды. Сол жылдары Қытай халқы сұмдық көрсеткішке дейін көтеріліп 900 миллион адамға жетті. Осыншама көп халыққа қолайлы жағдай жасау әрине мүмкін емес. Сондықтан 1979 жылы бір отбасы, бір бала деген заң қабылданды. Ол заңның қатаң болғаны соншалық елде мәжбүрлі түрде стерилизация жүргізу, жүктіліктің соңғы кезеңдерінде жасанды түсік жасату, тіпті тірі туған баланы өлтіру сияқты шаралар қарастырылған. Соның өзінде 1982 жылы қытайлар 1 миллиардтан асып 1 миллиард 8 миллион 180 мың деген санға дейін жетті. Ал 2000 жылғы 1 миллиард 242 миллион 600 мың деген саннан
Қазіргі таңдағы сұмдық 1 миллиард 401 миллион 337 мың 46 деген халық санының көрсеткішіне дейін жетті. Айта кетерлік жағдай, бір отбасы бір бала деген заң үшін 2030 жылға қарай Қытай халқының 1/4 бөлігі 65 жастағы қарттар болмақ. Сондықтан 2016 жылдан бері Қытайда 2 бала тууға рұқсат етілген болатын. Бірақ отбасында жалғыз өсіп, санасына саясат әбден сіңіп қалған қазіргі ұрпақта бір баладан артық табуға құлықтары жоқ екен. Міне біз бүгін қытайлар неге көп деген сұраққа жауап бердік. Негізі көршілес еліміз жайында пайда болатын сұрақтардың арасындағы қиыны әрі қарастыруды қажет ететін сұрақ осы болатын. Сондықтан еңбегімізге баға беріп, лайк басып, осы видеомен әлеуметтік желілерде бөлісіп отырыңыз. Ал егер сіз пазл арнасына әлі де жазылмаған болсаңыз, онда уақытыңызды өткізбей тезірек тіркеліп, қасындағы шыққан мына бір қоңыраушаға басып қойыңыз. Сонда біздің әр шыққан видеомызды ең бірінші болып көретін боласыз. Сондай-ақ видео сипаттамасындағы және бірінші пікірдегі сілтемелер бойынша біздің барлық әлеуметтік желілерімізге тіркеліп, әрдайым бізбен бірге болыңыз. Бүгінге осы. Пазлға жазыл.